Сәлем достар, бүгін мен сіздермен кубик құрауды үйретемін. Және де ең бірінші айтарым, сіздер маған 10 лайк жинасаңыздар, мен сіздерге пирамидка құрауды үйретемін. Так, ең бірінші бізде ақ крест құрамыз керек. Қазір мен сіздерге қалай болатынын көрсетейін оны. Ол мынандай болады. Және де ода барлық жер дұрыс болады. Міне көк пен көк, және де міне жасыл, және қызыл, және көк. Бұл қалай құралатынын қазір сіздерге көрсетемін. Так, вот ең бірінші міне жасыл ақ. Оны астыға түсіреміз. Осылай қойып, және оны жасылға апарамыз. Вот жасылға түсті, және оны көтере саламыз. Және де енді екінші бізде вот көк ақ, және де оны өз орнына қоямыз. Және де сіздерден андай жағдай болады. Егер де сіздерде көк және ақ болса, ол өз орнында тұрып, бірақ дұрыс тұрмаса, ол кезде жанға және бір рет түсіріп, қайттан қойып орнына, және де қайттан көтере саласыздар. Және де енді бізде қызыл ақ, қызыл ақ қайда? Міне ол. Және де оны өз орнына қоямыз. Міне, ол өз орнына тұр, бірақ дұрыс тұрған жоқ. Бағанағы мен үйреткенін жасаймыз. Міне, жанға, астыға, фронт астыға, және де түсіріп, қайттан көтере саласыздар. Және де соңғысы бізде оранжевый және ақ. Оны өз орнына қоямыз. Міне тағы бізде сондай случай шықты. Бағанағыны жасаймыз. Жанға, астыға түсіріп, көтере саламыз. Міне бізде крест құралды. Енді біз жанындағы уголоктарды құраймыз. Мысалы, көк и қызыл. Оны өз орнына қоямыз. Түсіреміз жанға және төбеге. Осылай тұрса, астыға түсіреміз жанға және көтере саламыз. Өз орнына түсіп. Және көк оранжевый. Ол да солай түсіреміз астыға, жанға, төбеге. Және де сіздерге тағы бір случайым бар. Сіздерден андай болады. Астыға түсірген кезде, егер де ақ астыға қараса, алғай тағы бір айсыздар. Және көтере саласыздар. Және өз орнына оны қайта қойып, түсіріп, және қойып, қайта көтере саласыздар. Және де бізде соңғысы оранжевый және жасыл. Оны бағана үйреткендей жасай саламыз. Астыға, екі рет төбеге, және көтеріп, астыға түсіріп, қайттан төбеге көтеріп, және қоя саламыз орнына. Міне бізде бірінші солай құралды. Және де осы видеоға 10 лайк жиналса, мен сіздерге пирамидка үйретемін. Бұл бірінші бөлімі бітті. Қош сау болыңыздар.